Сәлеметсіңдер ме балалар? Қайырлы күн. Бүгінгі біздің ұйымдастырған оқу қызметі жаратылыстану сабағы. Сабағымыздың тақырыбы Байқоңыр ғарыш айлағы деп аталады. Сабағымызды бастамас бұрын біз шаттық шеңбер жасайық. Бәріміз енді тұрайық, үлкен шеңбер құрайық. Жақсы сөздерді қонақтарға сыйлайық. Табиғат біздің анамыз, табиғатта боламыз. Иіліп сәлем береміз, біз әдепті баламыз. Жарайсыңдар балалар, ендеше мен сендерге жұмбақ жасырайын. Зымыранмен ғарышқа ұшады, жұлдыздарды зерттейді. Жауабы ғарышкер. Аспан, арайлым, аспанға көп қараймын. Сені көзбен шоламын, мен ғарышкер боламын. Балалар, сендер ғарышкер болғыларың келе ме? Ендеше балалар, келесі бейне сюжетке назар аударыңыздар. Дана, не оқып отырсың? Алан, Байқоңыр ғарыш айлағын Төретам деп те атайды екен. Ол әлемдегі ең алғашқы және ең үлкен ғарыш айлағы саналады дейді. Я, Дана, ол Қазақстан Республикасының шөл даласында орналасқан. Алғаш жер серігі де, ғарышкер де әлем бойынша қазақ жерінен Байқоңырдан ғарышқа аттанған болатын. Білемін. Байқоңыр ғарыш айлағынан алғаш рет әлем бойынша ғарышқа жол салған Юрий Гагарин болды. Жарайсың, одан кейін қазақтың атын шығарып, тұңғыш ғарышкер Тоқтар Әубәкіров ғарышқа самғады. Осылайша Қазақстан ғарыш орталығына айналды. Не себепті Қызылорда жері ғарыш айлағына айналды? Себебі адамдар тұратын орыннан алыс және жері жазық болғандықтан таңдап алынған. Сонымен қатар, ол жерде зымыран ұшыруға қолайлы. Алан, мен де ғарышқа ұшқым келеді. Ол үшін шыдамдылық танытып, ержүрек, батыл болу керек. Ғарыш жайлы көп мәлімет білу керек. Иә, сол себепті мен кітапханадан ғарыш әлемі жайлы кітаптар алдым. Қараш, мұнда еліміздің ғарышкерлер жайлы жазылған екен. Балалар, ғарышқа бірінші ұшқан ғарышкеріміз Тоқтар Әубәкіров. Екінші ұшқан ғарышкеріміз Талғат Мұсабаев. Үшінші ұшқан ғарышкеріміз Айдын Айымбетов. Балалар, осы үш ғарышкердің аты жөнін естеріңе сақтап, жаттап алыңдар. Назарларыңа рахмет. Сау болыңдар балалар.